Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі біздің оқитын пәніміз металлургиялық үрдістердің физика химиясы. Тақырыбымыз бірінші бастама және оның термодинамикалық үрдістерге қолдануы. Мақсаты білім алушыларға термодинамиканың бірінші бастамасының мәнін түсіндіру, оны әртүрлі термодинамикалық және политропты үрдістерге қолдануын үйрету. Жоспар бойынша бүгін біз әртүрлі негізгі түсініктерді көреміз. Табиғаттың жалпыға бірдей заңын қараймыз. Термодинамиканың бірінші принципі, бірінші бастамасы деп айтамыз. Және бірінші принциптің термодинамикалық үрдістерге қолдануы, политроптық үрдістерге қолдануы. Кілт сөздері енді термодинамика, жүйе, аргумент, параметр, материя, энергия, күй функциялары, үрдіс функция, экзотермиялық үрдіс, изобарлық үрдіс, изохорлық, адиабаттық үрдіс. Термодинамикалық жүйе деп зерттеу нысаны ретінде қоршаған ортадан бөлініп алынған дене немесе денелер тобын айтады. Жүйелер жалпы үш түрге бөлінеді: ашық, жабық, оқшауланған болып. Ашық жүйелер бұлар қоршаған ортамен энергия алмасуға түсетін жүйелер. Мысалы, пеш үстіндегі ашық қазан. Оны қалай түсінеміз? Мысалы, үйде барлығымызда пеш бар, газдық пеш бар дейміз, қазақша айтқанда, орысша айтқанда газовая плита дейміз. Соның үстіне бұл жерде мысалға қазан берілген, кастрюля болсын, жалпы любой ыдысқа, әртүрлі ыдысқа сұйықтық құйып, су құйып қойсақ, астың отын жағып қойсақ, шамалы уақытқа дейін жаңағы бөлмеден шығып кетсек, бұл бөлмеде аз ғана бір жарты сағат көлемінде, 15 минут көлемінде қайтып келгенде не өзгеріс пайда болады? Бұл бөлмеде температура өседі, өйткені оттың астындағы жылыған су қайнайды да, қоршаған орта ауамен, жаңағы бөлмедегі ауамен жылу алмасады, ол энергия алмасу болып келеді. Және крышкасы, жаңағы қабығы, бетінде крышкасы ашық тұрған қазан, көлемін ішіндегі су қайнап, қазанның ішіндегі судың көлемі азаяды. Су бу болып қоршаған ортадағы ауамен әрекеттесіп. Міне солай келгенде, міне ашық жүйелер дегеніміз қоршаған ортамен энергия және масса алмасуға түсетін жүйелер деп осыдан шыққан. Жабық жүйелер жаңағы пештің үстіндегі жабық қазан. Ол кезде қазанға су құйып, астына отын жағып қойып, шамалы уақыттан кейін қарағанда бөлме жылыйды, энергия алмасады, бірақ қазанның бетінің жабық болғандықтан судың көлемі азаймайды, қоршаған ортаға бу шықпағандықтан масса алмасу болмайды. Оқшауланған жүйелер, бұлар қоршаған ортамен энергия және масса алмасуға түспейтін жүйелер. Мысалы, термос, вакуум, олар ешқандай масса және энергия алмасуға қоршаған ортамен түспейді. Жүйенің болатын жағдайларын жүйенің термодинамикалық күйлері деп атайды. Жүйенің күйлері ол күй параметрлермен анықталады. Олар параметр, аргумент, фактор. Термодинамикалық параметрлерге қысым, көлем, температура және моль саны жатады. Жүйенің термодинамикалық күй функционалды тәуелділігі сипатталады. Және ол күй теңдеуі деп аталады. Міне қараңыздар, бірінші күй теңдеуінің жалпы түрі, идеалды газдың күй теңдеуі, нақты газ күй теңдеуі. Шамалар бізде тұрақты және айнымалыға бөлінеді. Айнымалы, аргумент және функцияға бөлінеді. Аргументтер деп тәуелсіз айнымалы шамаларды атайды. Функциялар деп тәуелді айнымалы шамаларды атаймыз. Параметрлер интенсивті және экстенсивті болады. Экстенсивті параметрлер деп массаға пропорционалды және жүйеде қосылатын параметрлерге аталады. Олар бізде масса, көлем, энтропия. Интенсивті параметрлер деп массаға тәуелсіз және жүйеде теңесетін параметрлер аталады. Олар
температура, қысым, концентрация. Материя бізге сезім арқылы берілетін ақиқат шындық. Материяның ажырамайтын бөлігі болып қозғалыс саналады. Энергия материяның қозғалысының өлшемі. Жұмыс пен жылу энергия беру формалары. Жұмыс дегеніміз жүйе бөлшектерінің бағытталған қозғалысы кезіндегі энергия беру формасы. Жылу дегеніміз жүйе бөлшектерінің ретсіз қозғалысы кезіндегі энергия беру формасы. Үрдістің функциялары функциясын және күй функциясын айырады. Схеманы талдау үрдістің жолына сәйкес жұмыс пенен жылудың шамалары өзгеретініменен қатар жолдың шамасы жүйе энергиясының өзгерісіне әсер етпейтінін шығарады. Мысалы, денені бірінші бөлімнен екінші бөлімге апарғанда, оның дененің салмағы өзгермейді, бірақ күй функциясы өзгереді. Үрдіс функциясы өзгермейді, күй функциясы өзгереді. Күй функциялары деп үрдістің жолына тәуелсіз және жүйенің бастапқы және соңғы күйлерімен анықталатын функцияларды айтамыз. Олар ішкі энергия, энтальпия, энтропия. Үрдіс функциялары деп үрдістің жолына, оның шамасына, формасына тәуелді функцияларды атайды. Мысалы, жұмыс, жылу. Сыртқы және ішкі энергияларды айырады. Сыртқы энергия деп қоршаған ортаға қатысты жүйенің энергиясы аталады. Ішкі энергия деп жүйенің барлық ұсақ бөлшектерінің кинетикалық және потенциалды энергиясының жиынтығы аталады. Дельта дегеніміз өзгеріс, D дегеніміз күй функциялардың дифференциалды өзгерісі, сигма үрдіс функцияларының дифференциалды кіші өзгерісі и дербес туындылары. Табиғатқа бірдей заңы. Жалпыға бірдей табиғаттың заңы энергия сақталу заңы болып табылады. Оның тұжырымдары. Мысалы, Томсон, Лорд Кельвин энергия іссіз жоғалмайды және жоқтан пайда болмайды. Ол бір түрден екінші түрге өтеді деп тұжырымдаған екен. Джоульдің тұжырымдамасы оқшауланған жүйе энергияның толық қоры, тұрақты шама болып табылады дейді. Қазіргі заманға сай анықтама табиғатқа жалпы бірдей заңы деп оқылатын энергия іссіз жоғалмайды және жоқтан пайда болмайды. Ол бір түрден екінші түрге дәл-ме-дәл эквивалентті ара қатынаста өтеді. Термодинамиканың бірінші принципі, әлде де бірінші бастамасы деп те айтуға болады. Термодинамиканың қызметі болып, энергетикалық балансты есептеуге мүмкіндік беретін математикалық формуланы шығарып алуға болады. Ашық жүйеге берілген жылу энергияның өзгерісіне және сыртқы механикалық жұмыс жасауға жұмсалады. Ашық жүйе үшін бірінші бастама. Ашық жүйе үшін бірінші бастаманың формуласы. Жүйеге берілген жылу ішкі энергияның өзгерісіменен сыртқы механикалық жұмысқа жұмсалады. Бұл формуланың дифференциалды формуласы. Оқшауланған жүйеде ішкі энергияның қоры тұрақты шама болып табылады, ал оның өзгерісі нөлге тең болады. Бұл жерде оқшауланған жүйе үшін міне ішкі энергия тұрақты, оның өзгерісі нөлге тең болады. Оқшауланған жүйе үшін бірінші бастама. Бірінші принциптің термодинамикалық үрдістерге қолдануы. Бірінші бастаманың термодинамикалық үрдіске қолдануы келесі жоспар бойынша таңдалады. Үрдісті анықтау. Изобарлық, изотермиялық, изохорлық адиабатты. Сәйкес үрдіс үшін бірінші бастама жұмысты есептеу үшін. Қараңыз, изотермиялық деп тұрақты температурада өтетін үрдісті атаймыз. Міне температура константы. ДУ тең нөлге. Бірінші бастама. Оқшауланған жүйеге берілген жылу
энергияның өзгерісімен сыртқы механикалық жұмысқа жұмсалады дедік. Изотермиялық үрдіс кезінде жүйеге берілген жылу толығымен жұмыс жасауға жұмсалады. Бір зат моль үшін берілген формула жұмыс, бұл жерде анықтаймыз жұмысты, және n моль үшін, заттың n моль үшін берілген формула. Изохорлық деп тұрақты көлемде өтетін үрдісті айтамыз. Бұл жерде жаңағы бірінші формула сияқты бірінші бастаманың негізінде аламыз. Көлем тұрақты болғандықтан, жұмыс нөлге тең болады. Изохорлық үрдіс кезінде жүйеге берілген жылу ішкі энергияның өзгерісіне жұмсалады. Тұрақты қысымда өтетін үрдіс изобарлық деп аталады. Бұнда NH дегеніміз энтальпия. Энтальпия деп изобарлық жағдайда жүйе энергиясының толық қоры аталады. Энтальпия күй функциясы болып табылады. Изобарлық жағдайда жүйеге берілген жылу жүйе энтальпиясының өзгерісіне жұмсалады. Адиабатты деп сыртқы ортаменен жылу алмасусыз өтетін үрдісті айтамыз. Адиабатты үрдіс жүйе кезінде ішкі энергияның кему арқылы жұмыс атқарылады. Бірінші бастаманың политропты үрдістерге қолдануы. Политропты үрдіс деп аналитикалық теңдігі келесінде жазылатын үрдісті атайды. Термодинамикалық үрдістер бұл политропты үрдістің жеке жағдайы. Бұл жерде гамма, n равный гамма дейміз, n тең гамма адиабатты коэффициент. n политропты коэффициент. n тең 0-ден бесконечностьқа. Студенттер, құрметті, бұл теориялық мәліметті бақылау сұрақпен бекітеміз. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.